Келесі 4-те 11-ші есебіміз. Төмендегі кестені дәптерлеріңе сызып, АБ кесіндісінің ортасы С нүктесінің координаталарын есептейтін формуланы қолданып, кестенің бос көздерін табыңыздар. Яғни, Декарт координатада А және Б нүктесі берілген, оның дәл ортасы С нүктесі екен. Енді осы С нүктесінің координатасын табу керекпіз. Оны табу үшін формуласы бар бізде, X-тен, яғни С нүктесінің X1 қосылған X2 бөлінген 2-ге тең екен. Ал Y табу формуласы дәл осылай Y1 қосылған Y2 бөлінген 2-ге тең. Енді осыны орнына апарып қойсақ болған. Яғни С нүктесінің X-і, ол дегеніміз X-тен минус 2 қосылған минус 3. Минус 2 қосылған 2-міз минус емес екен. 2 қосылған минус 3 болды. Қосылған минус 3 бөлінген 2-ге тең. Нәтижесі сонда минус 2-ден 1-ге тең. Бұнан минус 0,15-ге тең. Ал Y-імізден минус 3 қосылған 1 бөлінген 2 тең. Нәтижесі минус 2 бөлінген минус 2 болады. Сонда нәтижесі минус 1-ге тең болады. Сонда С нүктесінің координатасы минус 0,15 пен минус 1-ге тең болады екен. Келесі екіншісінде бізде С нүктесі бар. Яғни дәл ортасы бар. Және В нүктесі бар. Бастапқы А нүктесі жоқ. Яғни А нүктесінің координатасын табамыз. Ол үшін бастапқыдағы формуламызды түрлендіреміз. X1-ді табу үшін 2x минус x2-ні пайдаланамыз. Сонда x1 дегеніміз 2 көбейтілген минус 3, яғни сымыз минус 3 азайтылған 4 тең. Нәтижесі минус 6 минус 4 минус 10-ға тең болады x1-іміз. А нүктесінің x1-і. Енді А нүктесінің y1-ін табу үшін 2 көбейтеміз минус 2, екінші нүктесі, яғни С нүктесін азайтамыз 7-ні. Сонда нәтижесі минус 4 азайтылған 7, минус 11-ге тең болады. Сонда А нүктесінің координатасы бізде минус 10 және минус 11-ге тең болады. Мына кестеге минус 10, минус 11 деп жазбаймыз. Дәл бастапқыда С нүктесін тап, сол жерге де кестеге орналастырасыңдар. Үшіншісі, бізде А нүктесі белгіленген, А 0 мен 1. Б нүктесі жоқ, және С нүктесі белгілі, ол 3 пен минус 5. В нүктесін табу үшін біз x2 мен y2-ні табамыз. Яғни мына формула қояды екенбіз. x2 тең 2 көбейтілген 3 азайтылған 0 тең 6 азайтылған 0 тең болады екен 6-ға. Енді y2-ні табамыз. y2 дегеніміз 2 көбейтілген минус 5 азайтылған 1. Нәтижесі минус 10, минус 1, сонда минус 11-ге тең болады. Онда В нүктесінің координатасы бізде 6 мен минус 11-ге тең. 10 емес 11-ге. Минус 11-ге тең. Келесі төртіншісінде бізде А нүктесі берілген 0, 0. В нүктесі берілген, ол минус 3 пен 7. С нүктесінің, яғни ортасын табу үшін бір формуланы пайдаланамыз. Яғни x-тен 0 қосылған минус 3 бөлінген 2. Минус 3 бөлінген 2, ол 1,15-ге тең. Минус 1,15-ге тең. Ал y табамыз. X-тің өзі болады, y-тің өзі болады. Y дегеніміз сонда 0 қосылған 7
бөлінген 2 ол 3,5-ке тең. Сонда с нүктесі бізде минус 1,5 пен 3,5-ке тең болады екен. Бесіншісі, яғни бұл нүктесін табу керекпіз, яғни x2 мен y2-ні табамыз. x2 дегеніміз 2 көбейтілген a азайтылған с болады. Ал y2 дегеніміз 2 көбейтілген v азайтылған с болады. Сонда v нүктесінің координатасы набрөрліктің өзі ғана болады екен. Яғни толыққанды жазсақ болады, 2 көбейтілген a азайтылған с, және 2v азайтылған с деп жазсақ болады. Алтыншысы, яғни x пен y-ті табу керекпіз. x-ті табу үшін 3 қосылған 3 бөлінген 2 тең, 6-ны 2-ке бөлсек 3-ке тең екен. Ал y-ті табу үшін 5 қосамыз 8 бөлеміз 2-ге. Ол дегеніміз 13 болады. 13-ті 2-ке бөлсек 6,5-ке тең болады екен. Яғни ортасы с нүктесі 3 пен 6,5 екен координаталары. Келесі жетіншісі, дәл солай x-ті табамыз. x-тен 3-ті қосылған 5 қосылған т қосылған 7 бөлінген 2. Яғни 4-ті қосылған 12 бөлінген 2. 2-ні жақшаға сыртына шығарып қысқартып жіберетін болса, 2-ті қосылған 6 болады екен. Ал енді y-ті табатын болса, 7 қосылған минус 7 бөлінген 2. Бұнда нәтижесі 0-ге тең болады. С-ның координатасы 2-ті қосылған 6 және 0-ге тең болады екен. Келесі есебіміз ABCD параллелограммның 2 іргелес төбелері А және В және диагоналдарының қиылысу нүктесі Е нүктесі берілген. Оның CD төбелерінің координаталарын табыңыз дейді. Параллелограмм сызып алайық. Оның іргелес төбелері А және В, CD деп белгілейік. Және диагонал жүргіземіз. Диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ 2-ке бөлінеді. Ол бізде Е нүктесі. А және В, Е нүктелерінің координаталары белгілі. Біз табу керекпіз CD нүктелерінің координаталарын. Ол үшін кесіндінің орта нүктелерінің координаталарын табу формуласына салсақ болған. Яғни бұл жерде бізде С нүктесінің координатасын жазсақ x2, y2 және D нүктесінің x2, y2 координаталарын табу керек. Енді x2-ні табу формуласы бұл бізде 2x азайтылған x1. Ал y2-ні табу формуласы ол дегеніміз 2y азайтылған y1. Енді осыны орнына апарып қойсақ болады. Енді с-ны табайық. Бірінші с нүктесінің координатасын бірінші табайық. Ол дегеніміз x2, яғни 2 көбейтілген 2 азайтылған минус 4. Сонда нәтижесі бізде 8-ге тең болады. Ал y2-ні табатын болсақ, 2 көбейтілген 2 азайтылған 4 тең 0-ге тең. Яғни с нүктесінің координатасы бізде 8 бен 0-ге тең болады екен. Енді D нүктесінің координатасын табайық. x2, y2 деп жазалайық. Ол дегеніміз x2-ні табатын болсақ, бірінші 2 көбейтілген 2 азайтылған 2. Яғни нәтижесі 2-ге тең болады. Ал y2-ні табатын болсақ, ол 2 көбейтілген 2 азайтылған 8. Нәтижесі минус 4-ке тең болады. Яғни D нүктесінің координатасы 2 мен минус 4-ке тең болады.